Автор Попов Владимир Александрович. Дереккөз Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрінің блог платформасы. Санат ақпараттық коммуникациялық технологиялар. Сәлеметсіз бе, Әсет Өрентайұлы? Біз 2013 жылдан бері жылдамдығы жоғары интернет пен IDTV онлайн телевизиясын қолдануға мүмкіндік беретін шағын АТС-тің орнатылуын күтудеміз. Мегалайн қызметін 2009 жылы қосқан болатынбыз. Содан бері жақсы жұмыс істеп келеді. Кейін қызмет сапасы төмендей бастады. Пайдаланушылар саны артқан сайын желі үзіліп кете беретін болды. Байланыс жүйесінің жұмысын ретке келтіруге қолқабыс етсеңіз. Рахмет. Құрметті Владимир Александрович, сіз айтқан шағым бойынша мәселенің анық-қанығын анықтау үшін Қазақтелеком акционерлік қоғамына хат жолданды. Олардан алынған мәлімет бойынша жылдамдықты секундына 8 мегабитке дейін арттыру мүмкін емес. Өйткені байланыс шкафы АТС-тен 3,5 шақырым жерде орналасқан. Бүгінде сізге ADSL арқылы интернет қызметі секундына 2 мегабит жылдамдығымен көрсетіліп отыр. Қазақтелеком өкілдігінің мамандары байланыс желісін тексеріп, тиісті нормалардан еш ауытқулардың жоқтығын анықтады. Люди все больше начинают потреблять так называемый интерактивный контент. Қазіргі таңда халық интерактивті контентті пайдалана бастады, яғни бейнебаяндарды көбіне онлайн режимде көреді. Біздің ұсынатын ең көлемді тарифіміз ол секундына 120 мегабит. Бұл шектеулер технологиялық емес. Бүгінде Wi-Fi бір орында тұрған жоқ, даму үстінде. Біздің барлық құрылғылар Wi-Fi-дың 802.1n жаңа модульмен жабдықталуда. Бұл секундына 300 мегабитке дейін қолдануға мүмкіндік береді.